Осыншама жұмыртқа кетті. Тауықтың жұмыртқасы 68 жұмыртқа кетті. Және де тағы да осы жерге 75-ке толтыруға болады. Перегородканы алып тастаса сәл көбірек сияды. Осындай бәрін толтырып болғасын, негізі қиғашынан мына ручной режимге лотокты қойып аламыз. Например, оңға, солға осындай угловмен қойып аламыз да, бірінші астыңғы рядты салып шығамыз. Сосын кейін шахтың порядкілі екінші рядты салып шығамыз. Тура солай барлығын толтырып шығамыз. Сосын кейін болғасын, араларына бір-біріне соғыспас үшін осындай пенопласттарды тығып тастайсыздар. Егер де жұмыртқаңыз аз болып жатса, онда ана перегородканы алып бері қарай жылжытасыз, примерно жобалап қарап аласыз. Қанша жұмыртқа кетеді ау деген сияқты. Сондай осылай бос жерлерге пенопласт салып тастайсыз. Енді негізі мына перегородка бері қарай қозғалған кезде, негізі мына екі жақта равновесие болу үшін жұмыртқаны екі жаққа бірдей салу керек. Яғни бір жақта салынып, мына жақта жұмыртқа болмай қалса, ол болмайды. Өйткені моторға нагрузка болады да, істен шығып қалып қаупі бар. Сол үшін осындай лотоктарға, және де осындай лотоктардың пластмасс лотоктары болады. Олар отдельно продажада, оларды кесіп салса да болады. Я болмаса бумажный лотоктар бар, обычный жұмыртқаны. Осы сияқты. Осыны да кесіп салатын кездері болады. Егер де жұмыртқаларыңыз аз болса. Осында 75 жұмыртқа тауықтікі кетеді. Енді осыған жобалап, және бөденені, қаз, үйрек есептеп салса болады. Мінекейіңіз перевороттарымыз біздің қазір оңға солға істеп тұр. Бұл жерде влажность контроллерді ылғалды осындай ванночка болады, астында вентилятор болады. Мына кішкентай тесіктен өзінің комплектациясында воронкасы болады. Су құйған кезде мінекейіңіз осындай осы тесікке қоясыз да, су бітіп жатса, суды осы воронкамен құйып отырасыздар жанына. Яғни лотокты не былай қойып, чтобы мына жерде ыңғайлы болатындай сол тесікке қойып шығарасыздар. Бізде влажностьта бір вентилятор тұрады, основнойда спираль нагревта бір вентилятор тұрады. Мынау вытяжкамыз, перегрев, жәнегі вентиляция сол кезде срабатывать етеді. Бұл настройкалардың бәрін осы контроллерда қойса болады. Қазір бізде ошибка көрсетіп тұр, температура набирать ете алмай жатыр деп тұр, және де ылғалымыз завышенный деп тұр, яғни көбірек деп тұр. Осындай контроллер, инкубаторымыз 12 вольт қызыл қара өзінің аккумуляторға осындай комплектіде жүреді проводымен, яғни қызылға плюс, қараға минус. Бұны перепутать етуға болмайды. Осындай 24 мм сэндвич панельден жасалған, екі шеті пластмасс, пластик, вентиляциялары. Өзі автоматически белгілі уақыт қоясыз, қанша керек. Негізі обычно 2 сағат сайын айланып тұрады. Мына крышкасы. Крышкасы және смотровой есть терезелер бар. Бұның бетінде пленкасы болады, пленкасын алып тастасаңыздар болады. Мына тесіктері всегда ашық тұру керек. Осындай инкубаторларымыз. Бұл 75-тік деп арналған инкубаторлар, 75 жұмыртқаға кетеді деп. Енді жұмыртқалардың размерлері әртүрлі болуы мүмкін. Кейбір тауықтың жұмыртқалары ірі болады, бройлерлардікі болуы мүмкін. Ол енді род стадалары кәрілеу болған кезде жұмыртқалар ірілейді. Сол кезде может азырақ сию мүмкін. Кейбірлер жұмыртқа кішірек болғасын көбірек сияды деген сияқты. Ал шығар кезде выводты лотокты дүзілеп көлденеңнен қоясыздар. Сосын кейін переворотты өшіресіздер. Перевороттың U1 немесе U2 деген өзі настройкасында болады. Соны 0 жасайсыздар. Сол кезде переворот тек қана ручной режимде ғана жұмыс жасайтын болады. Тағы да каналда сұрақтарыңыз болса, видеолар бар. Соларды көрсеңіздер болады. Осындай положениеде ұстасаңыздар болады. Мына шығар кезде 19-ші күн авоскопирование жасап, авоскоппен мына бос жұмыртқаларды, неоплодтарды алып тастап, көбірек орын қалдыратындай. Мынаның бәрін алып тастайсыз, астында жасыл сеткісі болады, сол сеткісін қалдырасыздар. Екінші лоток салып қажет жоқ, өйткені моторға нагрузка болады, және де ол істен тез шығатын болады. Осы шақталған 75 жұмыртқа өте тиімді болады деген ойдамыз. Негізі инкубатор бұрын 800 деп арналған негізі. Қазір енді кішкене жан-жағынан азайттық, өйткені моторға кішкене нагрузка болды. Сондықтан мотор көбірек жұмыс жасаш үшін осындай шешімге келдік. Мынау сол құс фармның инкубаторлары. Мінекейіңіздер ручной режим. Оңға солға
Так, енді осы перевороттың бәрін настройкасына көшейік. Осындай. Бұл жерде бізде контроль лилитейдж 7850A деген 12 вольттық. Енді терең настройкаға келсек, мына жерде қазір көрсетейін. Қазір көрініп тұр деген ойдамын. Температура мен ылғалды қалай қоямыз? Біріншісі бізде температура қазір 19-да 3 көрсетіп тұр, бірақ бізде настроен 37-де 8. Бұл ошибка көрсетіп тұр, яғни төменгі температура деп тұр, LO ошибка беріп тұр. Ол ошибканы біз өшіріп қойдық. Негізі мынандай дауыс болады. Оны өшірсеңіз, P-ны бірлес бассаңыз өшіп тұрады. Мынау ылғал. Ылғал бізде 55, қазір уже өзінің режимінде тұр. Нарада күннің сәулесі тұрғасан, бұл жерде нагрев, ыстық спиральға команда келіп тұр, ол жұмыс жасап жатыр. Егер вентиляция жұмыс істеген кезде, мына жерде өзінің нелері, индикациялары шығады. Мына жерде мысалы вентиляцияны қоса, кішкентай вентилятордың дауыс немесе индикаторы шыққандай болады. Перевороттық қоса мына жерде өзі көрініп тұр. Міне перевороттық осындай значоктары, осы жерде сигналдары беріледі. Енді температура мен ылғалды қалай қоямыз? S-ті басып тұрамыз 4-5 секунд. Міне температура шықты, градус, яғни 37-де 8 градус. Бұны төмен немесе жоғары қоясыз. Келесі ылғалға S-ті тағы бір басамыз. P-ны басамыз, кешіріңіздер. Міне HP деген бұл ылғал, яғни 55. Бұл жерде қанша керек? 50 керек па, 60 керек па, соны қоясыз да. Осының бәрін S-ті басып сохранить етесіз. Қазір бізде температура 20-да 1, 55 ылғал. Енді терең настройка келетін болсақ, P-ны басамыз да 4-5 секунд тосамыз. Бұның бәрі өзінің қағазында настройкасында болады, бірақ сонда да осы режимде тұрғаны дұрыс. Мысалы, T0 деген бізде температура, T деген әріптердің бәрі температура, H деген ыстық, яғни нагрев. Келесі функция T0-іміз H-та болу керек, T1-іміз 0,1-де болу керек, T2-іміз по нулям болу керек, T3-іміз 0,0 болу керек, T4-іміз 0,3 болу керек, T5-іміз 0,2, T6-іміз 0,3, T7-іміз 1 градус, яғни 1.0. Енді ылғалға келдік, бұл H0 деген. H0-іміз H-та тұру керек, H1 2-де тұру керек, H2 0,0, H3 0-да тұру керек, H4 5-де тұру керек, H5 3-де тұру керек, H6-ымыз 5-де тұру керек, H7 10-да тұру керек. 90, яғни бұл переворот. U-ға келсек, бұл уже переворот және вентиляция режиміне келдік. U0 бізде 90 минут, яғни каждый 1,5 сағат сайын переворотымыз жұмыс жасайды. Минут сайын 90 минут, яғни 1,5 сағат. Келесі бұл кетіп қалды, қайтадан кіреміз. H U0 U1-іміз, яғни переворот. Қанша секунд, бұл секундпен мотор жұмыс жасайды. Яғни егерде переворот өшіретін кезде, мысалы тауықтікі 19 күні тауықтікі өшіретін кезде, мына U1-ді 0 жасайсыздар, және де осының бәрін P-ны басып сохранить етесіздер. 0 қылғасын, P-ны басып сохранить етесіздер. Сосын кейін переворотыңыз жұмыс жасамайды, автоматты режимде тек ручной режимына екі стрелка оңға солға айландырады. Ал вывод болып біткен соң осыны ұмытпайсыз, U1-ді қайтадан келесі закладкада қайтадан 15-ке қоясыз да, P-ны басып сохранить етесіз. U2-іміз 0-да тұрады. U3 бізде вентиляция каждый 120 минут сайын, 2 сағат сайын вентиляция 30 секундқа қосылады. U4 деген. Бұның бәрін азайтасыз, көбейтесіз, өзіңіз ыңғайыңызға қарай қойсаңыз болады. U9 0-да болу керек. Болды, келесі уже қайтадан T-ға көшеді. Осының бәрін сақтау үшін осы P-ны басып тұрасыз 4-5 секунд. Осының бәрі сақталады. Сақтамасаңыз, жәнегі настройкаларыңыз қайтадан өзінің бұрынғы қалпына келіп қалуы мүмкін. Сол үшін сохранить ету керек әрқашан температураны, глубокий настройканы, терең настройканы. Қазір бізде автоматты режимде переворот істеп тұр, және де ручной режимде де осы екі кнопканы бассаңыз істейді. Және де мына жерде T3 деген режим болады. Егер де осындай жерде қағазда тұрса, T3 -1, 0,1, -0,2, я болмаса плюс 0,1, плюс 0,2, 0,3 десе, яғни бұл калибровканың режимі. Ал кейбір кезде болмаса, ол по нулям жақсы деген сөзді білдіреді, яғни калибровка не нуждается деген сияқты. Ал егер де T3-іміз мына жерде егер наклейкада жазылып тұрса сізде, онда T3-ке кіресіз де,
бізде қандай режим тұр, жәнегі Т3-те мына жерде плюс 0,3 деп тұрса, онда 0,3 қоясыз да сохранить етесіз. Я болмаса минус 0,1 десе, значит минусқа қоясыз да, осыны сохранить етесіз. Басып тұрасыз. Қайтадан Т3-ке тауып аламыз Т3-те. Т3-те 0 қыламыз да, П-на басып тұрамыз, сохранить етеміз. Түсінікті деген ойдамыз. Осындай 75 жұмыртқалық инкубаторлар. Қалыңдығы және де айтып кеткендей, сэндвич панель 24 мм. Екі шетінде горизонтально. Егерде мына жұмыртқаны қазір мысалы шығатын уақыттар болса 19 күні осылай қойып, көлденең және де мына екі шетіне фиксация қойған дұрыс. Комплектіде жүру мүмкін шланга немесе жәнегі пенопласт, чтобы жұмыртқалар шыққан кезде балапандар бір жаққа топырлап емеле кетсе, мына лотокты бас жібереді, салмақпен переворот төмен қарай түсіп кетуі мүмкін. Сондай болмас үшін осы шеттеріне фиксация жасап, былай қойған дұрыс абзал. 3-4 жерден, 2 жерден кет қалмайтын.